Жібек жолы 3-ші халықаралық фестиваль аясында итальяндық талантты композитор Джузеппе Вердидің Атила операсы сахналанды. Атила, Адабелла, Эцио аттары аңызға айналған тарихи тұлғалармен көрермен сағынса қауышты. Әртістердің әрбір қимылы келушілердің ойына қозғау салды. Әрбір танымал театрдың репертуарынан табылатын бірегей туынды осыдан 170 жыл бұрын жазылған болатын. Бүгінде бұл шығарма Астана опера театрының қоржынындағы ең үздік спектакльдің бір себебі дәл осы қойылыммен біздің әртістер шетелдік сахналарға да шығып үлгерді. Бұл қойылым Астана опера театрының халықаралық тұсаукесу рәсімінде инаугурациялық спектакль болған. Осы 2-3 жылдың ішінде Атила опера тек қана Астанада емес, Ресейдегі Санкт-Петербург қаласындағы Мариинский театрды және Париждегі опера Бастиль театрында орындалған. Оқиға желісі көшпенді ғұндар тарихынан сыр шертеді. Көрермендер Атиланың ауыз бермес күш-жігермен қайратты көшбасшылық кейіпте көре алады. Алайда Адабелла опера соңында жау жүрек Атиланы өлтіріп, римдіктер үшін кек алады. Бұл қызықты партия, вокалдық жағынан болсын, образ жағынан болсын, ең аяғында Атиланы қылышпен өлтіреді. Негізінде традиция бойынша сопраналар ылғи да операның соңында өздері өледі ғой. Сондықтан да бұл жерде Адабелла именно Атиланы өлтіреді. Сондықтан да әрбір сопрано бұл рөлді армандайды деп ойлаймын. Форестаның рөлін сомдаушы Жан Тапен біздің түсірілім топ әртісті грим бөлмесінен кезіктірді. Ол қойылымға қызу дайындықты бастап кетіпті. Адабеллаға ғашық жан сахнада ең қиын арияларды орындамақ. Джузеппе Вердидің 9-шы опера деп есептелінеді. Бұның премьерасы наурыздың 17-сінде 1846 жылы болған. Ля Фениче театрында, Венеция қаласында. Сол енді оңай опера деп айтуға болмайды, өйткені өте сирек орындалатын опера. Өте қиын ансамбльдер бар ішінде, өте қиын ариялар бар ішінде. Айта кетейік, Атила Астана опера сахнасында 2013 жылдан бері сахналанып келеді. Шоқтығы биік шығарманы біздің әртістер еш қиындықсыз орындап жүр. Көрермендер жоғары деңгейдегі сахналық қойылым арқылы көне дәуірге сапар шекті. Спектакль Астана қонақтары мен тұрғындарына үлкен серпіліс, сондай-ақ шынайы эстетикалық сезім сыйлағанын байқадық. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.